Бәріне сәлем достар, Казмастер байланыста. Бүгінгі видеода біз техно обзор түсіретін боламыз. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңдер. Ал біз бастаймыз. Достар, бүгінгі видеода біз Xiaomi Redmi Note 9S деген телефонға обзор жасайтын боламыз. Ал онда распаковкамызды бастайық. Сендер лайктарын басып отыра беріңдер. Міне аштық. Оны алып қояйық. Міне достар, телефонның өзі. Ақырын аламыз. Міне телефонды қоя тұрамыз. Және достар, ішін көрейік. Қараңдар. Бұнда ең мықты тез зарядтайтын 18 ваттық адаптер бар. Және де міне Type-C кабель, микро USB емес. Бұл достар, ішінде наушник жоқ екен. Былай салып қоямыз бұны. Ал мына ішін көрейік достар. Мына ішінде скрипка, сим-карта ашып салу үшін керек. Және де достар, мына жерде конструкциясы бар. Және де өзінің силиконовый чехол бар екен достар. Қараңдар, бұл өте жақсы. Ал телефонның өзіне кеттік. Достар, міне біз соткаға да келдік телефонға. Xiaomi телефонына. Ал ашып көрейік. Нема достар, қараңдар. Тіпті достар, бұның бетінде пленкасы бар. Бұл өте керемет. Артын қараңдар достар. Бұл Aurora Blue деген цвет. Бұл стекло емес, бірақ қараңдар, 4 камерасы бар екен. Қазір толығырақ айтып шығатын боламын. Міне достар. Өте элегантный телефон десек те болады. Достар, бұл телефон алдыңғы экранында, артыда толығымен Gorilla Glass 5-пен қорғалған. Бұл дегеніміз, бұны балғамен ұрсанда сынбайды деуге де болады. Бірақ сосын балғамен ұрып сындырып жүрмеңдер. Ал бұның экраны болса 6,67 дюйм. 667. Және де достар, қараңдар, сол жақтарында бұл громкості азайтып көбейтетін. Және де мына жерде көріп тұрсыңдар, отпечатка пальца бар екен. Бұл және телефонды қосатын кнопка болып саналады. Өте ыңғайлы. Ал астында болса динамик микрофон, USB Type-C, және де 3,5 мм джек. Бұл жерге наушник тығады. Ал мына жақта сим-картаның слоты, және де үстінде мынау микрофон болса, ал мынау инфрақызыл цвет, диод десек те болады. Яғни бұнымен сендер кондиционер, телевизорды пайдалана аласыңдар. Яғни пульт ретінде де қолдануға болады бұл телефонды. Достар, айтпақшы, бұл телефонның процессоры көп тұрма? Qualcomm компаниясының Snapdragon 720G процессоры. Бұл өте мықты процессор, достар. Бұл Qualcomm компаниясы өте мықты телефондарға процессор шығарады. Бұл почти флагман. Флагмандар 800-ден басталды, ал мынау 720. Және де технологический процесс 8 нанометр ғана. Бұл өте тамаша. Ал бұның азуы 4 гигабайт, ал памяті 64 гигабайт. Және де 6 гигабайт, 128 гигабайт деген түрлері бар. Достар, бұл телефонның батарейкасында 5020 мАч бар, достар. Бұл өте тамаша, өте көп. Осының кесірінен бірақ бұл 230 грамм тартады. Өте ауыр, бірақ бұл смело бір күнге жетеді. Ал егер сирек пайдалансан, 2 күнге жеткізуге де болады. Және де бұның 18 ваттық тез зарядтайтын адаптер батарейкасы да бар. Бұл өте жақсы. Достар, Xiaomi Redmi Note 9S телефоны заводтан шыққанда Android 10 болып шығады, және де MIUI 11 болып шығады. Ал мен оны уже MIUI 12-ге обновить етіп қойдым. Енді Android 11 шыққанда да обновление болады деп ойлаймын. Достар, бағана айтқанымдай, бұнда 4 камера бар. Бұл бірінші камерасында 48 мегапиксельмен түсіреді, өте сапалы. Және де мынау ширик, мынау болса макро, мынау портрет түсіретін камерасы.
Мұнда 48 мегапиксель, 5 мегапиксель және де 2 мегапиксель. Мына ширик деген ол типа GoPro сияқты түсіреді. Және де достар, бұл телефон видеоны 720p 30 кадр секундына, 1080p 30 кадр секундына, 1080p 60 кадр секундына және де 4К-мен түсіреді достар. 4К-мен түсіреді. Бұның электронды стабилизациясы бар. Бұл видеоны да өте сапалы түсіретін телефон. Достар, бағана мен айтып кеткендей, бұнда отпечатка пальца бұл қосатын жерінде орналасқан. Міне достар, өте керемет, өте задержкасыз тез істейді. Достар, бұл телефонның комплектациясындағы чехол силиконовый, онда мынандай зарядтайтын жерін қорғайтыны бар. Бұл өте жақсы, USB Type-C кіретін жерді шағын баспау үшін неше түрлі қоқымдардан сақтайды. Осылайша телефонның жұмыс жасауын одан ары ұзартады. Достар, бүгін біз Xiaomi телефонына обзор жасаған болатынбыз. Бұның бірақ минусы бар, бұнда NFC жоқ. Атақ өте керемет телефон. Бүгінгі обзор ұнады ма? Міндетті түрде лайк басып кет, және де арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып кет. Ал мен Казмастер, сау болыңдар.